бедели, махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан денені, көк тудың желбірегені. Менің елім тәуелсіз Қазақстан, бейбіт жерім алтын күн ашық аспан, бақытты балалығым үшін саған алғыс айтып батыр халқым даңқы асқан. Міне балалар, біз қазіргі таңда тәуелсіз жеке мемлекетте, еркіндікте өмір сүріп жатырмыз. Біздің отанымыз Қазақстан Республикасы деп аталады. Елдіктің асқақ өлеңі, жан-жаққа тартпай қазағым, бір сөзге жинал дегені. Әке, бүгін біз тәуелсіз Қазақстан жайлы көп мәлімет алдық. Тәуелсіздікке біздің қолымыз қалай жетті? Балам, қазақ елінің тәуелсіздігі оңайлықпен келген жоқ. Біздің ата-бабаларымыз, еліміз, жеріміз, ата мекеніміз үшін күресті. Осы батыр бабаларымыздың арқасында тәуелсіздікке қол жеткіздік. Тәуелсіздік елінің туы желбірегеніне биыл 30 жыл толады. Ал Әлихан, сендер дамыған елде өмір сүріп жатсыңдар. Осы еліміздің болашағы сендерсіңдер. Ал шығарма жазайық. Сен шығарманы қалай бастар едің? Отан отбасынан басталады. Менің отаным Қазақстан Республикасы. Біз жеке тәуелсіз еліміз, ұлтымыз қазақ. Бәрекелді, жаза ғой.